Сабақты бастау алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қояйық. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер дәптертеріңе жазып алсаңдар болады. Мәдени мұра дегеніміз не? Сөйлем мүшелерін еске түсіремін. Бірінші тапсырма: суретке мұқият қара. Өз отбасың туралы бірнеше сөйлем құрап айт. Отбасыңда кімдер бар? Отбасыңның үлкені кім? Біздің отбасымыз 7 адамнан тұрады. Отбасымда әкем, анам, әпкем, 2 сіңлім және 1 інім бар. Сөйлем құрамындағы сөздердің қызметі де отбасына ұқсайды. Сөйлемнің басында бастауыш тұрса, соңында баяндауыш тұрады. Олар тұрлаулы мүшелер деп аталады. Ал тұрлаусыз мүшелер сөйлемдегі ойды толықтырып тұрады. Кестені ауызша толтыр. Сөйлем мүшелері тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер. Тұрлаусыз мүшелер сөйлемдегі ойды толықтырып тұрады. Бастауыш сөйлемнің басында немесе соңында тұрады. Үшінші тапсырма: мақалды оқып жатқа жаз. Ойлаумен ой толады, ойнаумен бой толады. Сөйлем мүшелеріне талда. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Ребусты шешіп, шешуіндегі сөзбен 2 сөйлем құрап жаз. Ол сөз бірінде бастауыш, екіншісінде баяндауыш болсын. Бұл ребустың жауабы оқушы. Сөйлем құрай кететін болсақ, бірінші сөйлеміміз бізде бірінші сөз бастауыш болу керек. Оқушы мектепке барды. Оқушы кітап оқыды. Бір сөздің 2 сөйлемде 2 түрлі сөйлем мүшесінің қызметін атқару себебін түсіндір. Екінші сөйлемде сызықшаның қойылу себебін түсіндір. 5-ші тапсырма: мұражайда тақырыбына берілген сызба бойынша әңгіме құрап жаз. Біз сыныптастарымызбен мұражайға бардық. Мұражайда өте көп тарихи заттар бар еді. Біз оларға таңдана қарадық. Және сыныптастарыммен мұражайда суретке түстік. Шығармашылық үзіліс. 6-шы тапсырма: берілген тірек сөздер мен жоспарды пайдаланып, мәңгілік ел қақпасы тақырыбына әңгіме құрастыр. Тірек сөздер: мәңгілік ел, тәуелсіздік қақпасы, монумент, сәулет, отан ана, әйел ана, ақсақал, ескерткіштері, тұрақтылық, тайқазан, қонақжайлылық. Жоспар: қақпаның жалпы көрінісі, қақпадағы мүсіндер, қақпаның маңызы. Мәңгілік ел, тәуелсіздік қақпасы, оны сәулетшілер отан ана, әйел ана, ақсақал, ескерткіштері деп те аталған. Және де оның тұрақтылығы өте кең. Тайқазан Түркістан облысында Ахмет Ясауи кесенесінде орналасқан. Ол бір жерде тұрақты болып тұрады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Тапсырма сендерге түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетейік.